Тағы бір әңгіме керек пе? Иә. Адамдар әңгімелерді жақсы көреді. Бұл Игидің әңгімесі. Иги бүркіт, бірақ ол әлі жұмыртқа болған кезде, ол ұядан құлап кетті. Ал тауық өсіруші жұмыртқаны қайда қоятынын білмей алып кетті. Оны тауықтың ұяларының біріне қойды. Сондықтан Иги жұмыртқадан шыққанда, ол әлдеқашан дүниеге келген. Ол тауықтармен бірге болды, ал тауықпен бірге тұрғандықтан, ол балапан болды. Бірақ тауықтар қазірдің өзінде қолға үйретілген. Олар бұған үйренген, олар үйретілген. Оларға ұшпау керектігі айтылған. Ол білмеді. Бір күні ол жай ғана серуендеп жүрді. Ол бүркіттерді және бәрін көріп, анасынан, анашым, бұл тіршілік иелері маған ұқсайды, деп сұрады. Олар неге ұшады, ал мен ұшпаймын. Анам, сен тауықсың деп, сен сондайсың деді. Біз ұшпаймыз. Ол жапа келгенше өзін тауықпын деп ойлады. Ол оны Фуканға апарды. Бұл Игидің сіз сияқты виконда отырғанын білдіреді. Көрдіңіз бе? Олардың барлығы виконда отырып, сені тауық деп ойлайды. Сен тауық емессің. Сен Игисің, сен нағыз бүркітсің, сен ұшалар едің. Бірақ сену керек. Сондықтан оған сенуге тура келді. Ал Джоппа оны жартастан итеріп жіберді. Сондықтан ол жерге соғылмай тұрып, тербеле бастады. Ол ұшуға мәжбүр болды, және ол аспанға көтеріле алатынын түсінді. Ол қырандай қалықтай алатын, ал біз бәріміз қырандай қалықтай алатынбыз. Бірақ бізді жай ғана итеру керек. Біз Висконда дәл осылай істеп жатырмыз. Сондықтан біз саған тұр дейміз, ұш дейміз.